Маек 1998 жылға дейін атом электростанциясы, яғни БН-350 реакторы қондырғысы кезінде қалай болды? Кейін газбен жұмыс жасаған кезінде қалай болды? Бұнда айырмашылық қандай? Сол туралы айтып өтсеңіз. Енді ең негізгі айырмашылық 98 жылға дейін негізінен мына ТЭЦ-ке де ар жағындағы бізді ЗПД дейміз, яғни тұщы су өндіру заводына да негізгі бу көлемін реакторлық қондырғы беріп отырды. Жаңа ғана реакторлық қондырғыны тоқтатып, оның жаңа ғана отынын қайта ауыстырып, я болмаса бір тексерістер жұмысын, я болмаса бір жоспарлы жұмыстарды жасаған кезде ғана жаңа мазутпен ауыстырып жағып отырды ғой. Ол жалпы көлемдегі алған кезде жаңа 1%-ке де келмейтін уақыттары. Ал қалған уақыттың бәрінде жаңаға атом ядросының бөліну арқылы бұл жұмыс істеп тұрған. Ең негізгі айырмашылық сол. 98 жылға дейін бүкіл бу атом ядросының бөліну арқылы, яғни БН-350 реакторлық қондырғысы арқылы жұмыс беріліп тұрды да, сол арқылы жаңа турбиналарда, сол арқылы жаңаға тұщы су өндіретін заводымызда жұмыс істеп тұрды. Ал одан бері, мінеки 98 жылдан бері қарай, бұл жұмыстардың бәрі газ жағу арқылы іске асады. Яғни газ жағатын жаңағы котлоагрегат дейді, котловой агрегаттар, яғни газ жағатын қазандықтар бар, сол қазандықтар арқылы қазіргі таңда жұмыс істеп тұр оның бәрі. Бұл жерде сіздің енді сұрағыңыздан бірден келіп ары қарай логикалық жалғасы туындауы мүмкін. Қайсысы жақсы болды? Сол 98 жылға дейін жақсы болды ма? Біз үшін, реактор қондырғысында жұмыс істеп жүрген азаматтар үшін, Маңғыстау атом энергия комбинатының ардагерлері үшін де шығар, бәрімізге әрине БН-нің тұсындағы жұмыстың бәрі өте орынды да өте жақсы болды. Оған мына жерде дәлелдеп отырудың ешқандай да қажеті жоқ. Қазіргі таңда елдің бәрінің қолында ұялы телефондары бар, оның бәрі интернетке қосылған, соның ішінде Ақтау, я болмаса Шевченко қаласының ескі көріністері де ашатын болса, сол жерде көгеріп тұрған көшенің бойында ағаштармен, желкендермен жылғаларды көреді. Көшеде суғарып жүрген жаңағы ескі баяғы ЗИЛ, газ сияқты машиналарды көреді. Бір екі-ақ фонтанымыз болса да, жаңағы Ақтаудың алдындағы мен, сосын мына 11-ші шағынаудағы Волнаның алдындағы екі-ақ фонтанымыз болса да, соның ішінде суға секіріп жүрген кішкентай балаларды көреді. Оның бәрі болған зат қой, болған зат, ел көрген зат. Сондықтан оған онша көп таңғала берудің қажеті жоқ. Оның үстіне Ақтау қаласы энергия көзінен де, су көзінен де өте тұрақты болған дейді. Қазір ақсақалдармен сөйлесе қалсаң, біз енді өзіміздің тарапымыздан айтып жатамыз, мінекей соңғы 5-6 жылда теңіздің деңгейі түсіп кетті деп. Кейбір үлкен ақсақалдарымыз айтады, сол 70-ші жылдардың бас кезінде орта тұсында теңіздің деңгейі бұдан да кішкене төмендеу болды деп. Соның бәріне қарамастан атом реакторы жұмыс істеді. Соның бәріне қарамастан Ақтау қаласы салынды. Ақтау қаласы Ақмаржан қала болып шықты. Бұның бәрі енді ол бір шетінен еске алатын шаруа шығар, екінші шетінен кішкене азды көпті маман болғаннан кейін өкінетін де шаруа.